Сәлем достар, бүгін сіздерге гороховый суптың рецебімен бөлсемін. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен етті қайнатып аласыздар, қайнаған соң көбігін аласыздар. Көбігін алып болған соң ішіне пияз саласыздар. Сорпаның ішіне бір кесе горох саласыздар. Сорпаның дәміне қарай тұз салып жібересіздер. Енді біз пиязды турап аламыз. Артынша сәбіз, картошканы 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Қызып тұрған табаға ең алдымен пиязды салып, қуырып аласыздар. Артынша сәбіз, картошканы салып, қуырып аласыздар. Артынша қызартырып қуыру үшін томат саласыздар. Мен домашний томат салдым. Жақсылап қызартырып қуырып алдық, енді астын өшіріп қоямыз. Сорпамыз қайнап, етіміз, горохымыз пісті. Енді етті сүзіп аламыз. Және етпен бірге пияздарды да аласыздар. Сорпаны алып блендерге құясыздар. Ішіндегі горохты жақсылап езіп, суп жасайсыздар. Блендерден өткен гороховый сорпаны алып, қайта кастрюльге құясыздар. Енді сорпаның ішіне жаңағы қуырылған картошка сәбіздерімізді саламыз. Сорпамыз қайнағанша етімізді турап аламыз. Сорпамыз қайнады. Енді туралған еттерімізді саламыз. Горох сорпасын араластырып, 10-15 минут жай отта қайнатамыз. Горох сорпасы дайын болды. Дәмі өте керемет. Үйдегілердің барлығы тауысып жеп қойды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.